Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 15-12 сабақ. Сабақтың тақырыбы алкиндер. Алдыңғы сабақта біз алкиндердің түрлері, изомериясы, алынуларын қарастырсақ, бүгінгі сабақта біз олардың физикалық және химиялық қасиеттерін қарастырамыз. Ал ендеше бастайық. Физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, ацетилен түссіз, иіссіз, ауадан жеңіл газ дейді. Судан нашар ериді. Ацетиленнің гомологтарының физикалық қасиеттерінің өзгеруі алкандар мен алкендердің заңдылықтарына бағынады. Алкендердің бастапқы үш мүшесі иіссіз газдар, С5H8-ден бастап сұйық заттар, ал жоғарғылары мына жерде қатты заттар болып табылады дейді. Алкендер судан нашар ериді, органикалық еріткіштерде жақсы ериді деп жазып қойыпты. Сонда мына жерде өте көп нәрсені байқауға болады. Ең бірінші байқайтын нәрсеміз С2-ден бастап С4-ке дейін газ дейді. Мына С5-тен бастап С15-ке дейін бізде сұйық дейді. Ал С16-дан ары қарай қатты деп айтып тұр ғой мына жерде. Ацетиленнің өзінің және анықтамасы берілген түссіз, иіссіз, ауадан жеңіл газ деп жазып қойыпты. Осы ақпарат бізге жеткілікті. Келесі химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, қосылу реакциясын сөйледі екен. Қосылу реакциясы өте қарапайым. Бұларда үш байланыс, қанықпаған байланыстың өте күштісі болып табылғаннан кейін сутекпен реакцияға түсе береді. Міне С2H2-ге H2-ның өзін қосуға болады. Сол кезде бұл С2H4 деген затқа айналады. Бір қызы С2H4-тің өзін одан әрі сутекпен қосуға болады. Сол кезде бұл жерде С2H6 деген затымыз түзіледі. Сонда егер біз ацетиленге жеткілікті мөлшерде, яғни артық мөлшерде сутек қосатын болсақ, онда ол бірденен бізді алканға дейін алып барады. Ал егер жеткіліксіз мөлшерде қоссақ, онда бізде алкенге айналады. Келесі галогендермен реакциясын қарастырайық. Тура осындай реакция галогендермен де. Айтпақшы, галогендермен бұл сапалы реакция болып табылады. Мысалы, бром-су сапалы реакция. Бұл жерде С2H2, бром-4 деген затты осылай түзе бересіздер. Әрдайым бізде галогендермен алкендер әрекеттескен кезде осылай галогендер 4 еселеніп кетуі қажет. Бұл әрине жеткілікті мөлшерде болған кезде. УБТ химиясында осылай 4 еселеніп келеді. Сапалы реакциясы деп айтқалық жаңа. Мынау бром бізде қызыл қоңыр түсті болып табылады. Түссіз болып тұрған ацетилен екеуі біріккен кезде мынау қызыл қоңыр түсті болып тұрған бром-су түссіз затқа қайтадан айналып кетеді. Келесі гидрогалогендеу. Мысалы бізде ацетилен деген затымызға біз H-хлор деген затты қоссақ, бізде С2H4 хлор 2 деген зат түзілетін болады. Бұл жерде әрине H-хлорға 2 қоямыз. Мынау жеткіліксіз мөлшерде болса, онда С2H2-ге бір H-хлорды қоса салсақ, бұл кезде бізде алкен деген затымыз түзіледі. Осылай. Келесі. Калий перманганаты қатысында тотықтыру дейді. Мына бізде С2H2 деген затымыз бар. Калий перманганаты қатысын тотықтырған кезде жігіттер қыздар әрдайым осындай тік жақшадағы оттекті қосасыздар. Бұл жерде не түсіледі? Бұны түсіну үшін біз H2 дегенді не істеу керекпіз? Точнее, С2H2 деген ацетиленді ашып жазу керекпіз. Ол үшін осылай арасында былай CH деп жазып қоямыз. Енді бұны оттекпен тотықтырған кезде бір қызығы мынау үш байланыс үзіледі. Сөйтіп бізде мынау көміртек оттекпен байланысып, астына OH болып жалғанып кетеді. Мына жерде тоже оттекпен жалғанып, асты OH болып жалғанып кетеді. Енді жинақтайтын болсақ, CC, мына жақта OH, мына жерде OOH. Бұл заттың аты, жігіттер қыздар, қымыздық қышқылы болып табылады. Қымыздық қышқылы. Так, теңестіретін болсақ, оттектердің алдына 4 қоя саласыздар, сонымен болды. Жартылай жану реакциясы и толық жану реакциясы деген бар. Ацетиленді жандырған кезде, егер оттегі жеткіліксіз болып қалса, онда күйе, иіс газы және су шығады. Күйе және иіс газы. Ал толық жану кезінде біз ацетиленді жандыратын болсақ, онда бізде СО2 және H2 деген затымыз осылай бөліне салады екен. Енді бір қызығы бұл жерде ацетиленді жандырған кезде өте көп жылу бөлінеді. Бұл алкан, көмір сутектердің ішіндегі жылу бөлу бойынша рекордсмені болып табылады. Яғни ацетилен едәуір көп жылу бөлетіндіктен оны арнайы бір салаларды қолданады.
Бұл сала бізде дәнекерлеу саласы болып табылады. Егер сіздерде қазақ тілімен сәл проблемалар болса, онда дәнекерлеу дегенді орысша айтсам, сіздер бірден түсініп қоясыздар. Бұл дәнекерлеу деген сөздің орысшасы сварка. Яғни сваркалейтін заттар бар ғой, бізде екі металлды бір-бірімен байланыстырып тастайтын. Осы бізде сварканың от алатын жерінде ацетилен деген зат болады екен. Ацетилен жанған кезде 1000 килоджоуль жылу бөлінеді. Бұл өте көп жылу болып табылады. Ал температурамен айтатын болсақ, ацетиленді жандырған кезде затты 3000 градусқа дейін қыздырсақ болады. Енді бұны теңестіріп қалды. Үстіндегі реакция өзі тең. Астындағы реакцияны теңестіретін болсақ, мына жерге 2 қоямыз. 4, мұнда да 2, мұнда сонда 5 деген коэффициент түсу қажет. Келесі полимерлену реакциясы. Полимерлену реакциясына бір ғана алкин түседі. Бұл бізде ацетилен. Бұны кейде басқаша тримерлеу деп те атайды. Тримерлеу. Бұл кезде мынау ацетилен деген затымыз алдына 3 деген коэффициент түседі. Сол кезде бұл С6, H6 деген затқа айналып кетеді. Получается, ацетилен кімге айналады? Бензол деген затқа айналады. Ацетилен, мынау бізде бензол. Енді бір қызығы, бұл жерде катализатор бар. Бұл жерде катализатор белсендірілген көміртек болып табылады. Бүйтіп жазып қояды. С белс деп қояды осылай. Белсендірілген көміртек. Орысша айтсақ, активированный уголь. Орын басу реакциясына түседі екен. Ацетилен деген затты алсақ, бұған біз аргентум 2 оны қоссақ, онда біз мынау күміс сутектердің орын басы болады. Сөйтіп бізде С2 аргентум 2 және H2 деген затымыз осылай түзіледі. Енді бір қызығы С2 аргентум 2 деген ол бізде тұнба. Бұл тұнбаның түсі сұр болып табылады. Және бұның атын айтатын болсақ, бұның аты күміс ацетилениді. Ацетилениді. Енді бір қызығы, басқа алкиндерге де біз аргентум 2 оны қоса аламыз. Мысалы, пропин деген затты алып көрейік. Осындай реакцияны жүргізіп көрейік. Мынау пропин ашылған түрі. Енді аргентум 2 ол 3 байланысы бар көміртектерге шабуыл жасайды. Бұл аргентум қазір осы 3 байланысы бар көміртектің сутегінің орнына барып тұрып алады. Ол кезде бізде, яғни мына сутектің орнына қазір аргентум келе салады. Аргентум, көміртек, 3 байланыс С, CH3 және H2 деген зат осылай бөлінеді. Бұл зат бізде уже тұнба болып табылады. Реакцияны теңестіретін болсақ, мына заттың алдына 2, мына заттың алдына 2. Осымен реакциямыз теңесті. Енді осымен біздің теориялық бөліміміз аяқталып қалды. Алкиндердің байқасаңыздар реакциялары өте көп, өте сәл басқаша реакциялар да бар. Осы реакцияларды өте мұқият қарап түсініп алу қажет. Ал енді бастайтын болсақ, әдеттегідей 5 сұрақ дайындап қойдым. Сол 5 сұрақтарды өздеріңіздің білімдеріңіз тексеру үшін белеп шығыңыздар. Әр сұраққа қойған кезде пауза қойып ойланып алыңыздар. Бірінші сұрағымыз, екінші сұрақ, үшінші сұрақ, төртінші сұрақ және бесінші сұрақ. Жігіттер, қыздар, әдеттегідей 5 сұрақты жасап шыққан болсаңыздар, дұрыс жауаптармен тексеріп алыңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Әдеттегідей 5 сұрақтың қаншаны дұрыс жауап бердіңіздер, соны комментарийға қалдыра кетіңіздер. Және видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.